Қоғамда кейде бір жағдай болады. Ол жеке қайғы болып басталады, бірақ түбінде барлығымызға ортақ сұрақ тудырады. Соңғы күндері әлеуметтік желіде тараған бір видео адамгершілік, жауапкершілік және сенім туралы күрделі ойға жетелейді. Бұл видеода біз нақты адамдарды айыптамаймыз, құқық қорғау органдарының жұмысын бағаламаймыз, тек адами және діни тұрғыдан ой қозғаймыз. Міне, мен Шымкент қаласындамын, Нұрсаттағы. Түнде ағам қайтыс болған, Нұрсатқа алып келдік. Түнде бермей қойды. Енді қазір шығарайын десек 35 мың теңге бер деп тұр. Адам өмірінде ең ауыр сәттердің бірі жақын адамынан айырылған кез. Бұл сәтте логика әлсірейді, эмоция басым болады, адам өзін қорғансыз сезінеді. Қайғы адамның ең жеке, ең нәзік күйі, ол құрметті талап ететін жағдай. Адамзат тарихында қайғыны пайдалану ешқашан дұрыс деп саналмаған. Кез келген мәдениетте, кез келген дінде мәйітке құрмет ерекше орын алады. Мәйіт үнсіз, қорғансыз, тағдырдың соңғы сатысында тұрған адам. Оған көрсетілген қатынас қоғамның деңгейін көрсетеді. Егер қоғам мәйітті де есеп-қисаптың бір бөлігіне айналдырса, онда тіріге деген құрметтің азайғанын аңғартады. Ислам дінінде адам тірісінде де қайтыс болғаннан кейін де құрметке лайық. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде мәйітке ауыр сөз айтуға, оны кемсітуге қатаң тыйым салынған. Мәйітті тез жерлеу, артық әуреге салмау, қадірін сақтау мұсылманның міндеті. Бұл жерде сауда, пайда, есеп мүлде болмауы тиіс. Заң бір бөлік, ал ар-ождан одан да биік ұғым. Заң не істеуге болатынын айтады, ар-ождан қалай істеу керектігін көрсетеді. Қайғыға тап болған адамға қысым көрсету, заңнан бұрын арға қарсы іс. Адам өз жұмысын істей отырып адамдығын жоғалтпауы керек. Мұндай жағдайлар медицинаға, мемлекеттік қызметке, жалпы жүйеге деген сенімді әлсіретеді. Сенім жоғалса, ашу көбейеді, күдік артады, қоғам іштен ыдырайды. Сондықтан мұндай мәселелер үнсіз қалмауы керек, бірақ айғаймен де емес, парасатпен шешілуі тиіс. Бұл жағдайдан алынатын сабақ қайғыны құрметтеу, қызметтің ашықтығы, адамгершілікті бірінші орынға қою. Қоғам ретінде біз қандай деңгейдеміз, осындай сәттерде көрінеді. Дін қоғамнан бөлек емес, ол адамды түзетуге, жүректі жұмсартуға, жауапкершілікті арттыруға арналған. Адам діни ұстанымды қызмет барысында да ұмытпауы тиіс. Өйткені ертең қызмет емес, лауазым емес, тек ісіміз сұралады. Бұл видео бір оқиға туралы емес, бұл бәрімізге ортақ сұрақ. Қайғыға құрмет бар ма? Мәйітке құрмет бар ма? Адамдық өлшем қай деңгейде? Әркім осы сұраққа өзі жауап берсін. Алла марқұмдардың барлығына рахметсін, қайғы жұтқан жандарға сабыр берсін, қоғамымызға ар-ұят, әділет нәсіп етсін. Бұл енді неге жанасады, қандай неге жанасады? Адамның өлім саудылап, түнімен бермеген қанымыз ішкен. Енді кеп тұрып, үйтем, 35 мың бер дейді. Оған шара қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма, қалай болады? Сауда болып кетті ол барлық жерде. Қаланың әкіміне шығам, мен ертең баратын жердің бәріне барам, түбіне жетем қоймаймын. Мына қызметкерлері келіп жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Просьба сізге, ағамыз қайтыс болған, қазір алып кетейін десек 35 мың теңге ақша сұрап тұр. Айтсаңызшы бір ауыз. Кімдегі отырарға ма? Иә. Сұрап тұрғаны бола, жібермей тұр ғой. Жаңа машинеңді әкел депті, енді 35 мың бер дейді. Кім айтады? Ана бала тұр ғой іштегі. Міне келді, бастығыма сондай ау деймін бір. Үштіре шөпкөт шар адам сияқты ғой. Сон шара қолданыңыздаршы, өтініш сіздерге. Бұл жердің бәрі не болып кеткен? Коммерциан адамның өлімін. Қазір сағат 4-те жаназа, қанша халық күтіп отыр шәуілдерден. Бұлар 35 мың теңге бер деп. Тұр ана жерде бермейді, дәрісі 35 мың бер деп.